Өй көк ми, ақымақ, тауықтың миындай ми жоқ. Сәлеметсіздер ме, қайырлы күн, құрметті әріптестер, оқушылар, студенттер. Бүгін біз сіздермен бірге күнделікті өмірде өте көп қолданатын, бірақ оның анықтамасы не екендігін білмейтін перифраз деген ұғыммен танысамыз. Перифраз дегеніміз не? Перифраз белгілі бір сөздің табиғатына, құбылысына сәйкес оның нақты атын атап түстемейді, бірақ оның ерекше белгі қасиеттеріне негіздеп оны ауыстыру. Оның мағыналық реңгімен әсерін күшейтіп, әспеттеп, ерекшелеп айту ұғымын біз перифраз деп айтамыз. Бағана мен сіздерге айтып отырған өй көк ми, тауықтың миындай ми жоқ, ис уас деген сөздердің барлығы жалпы бір ұғымды білдіреді, ақымақ деген мағынаны білдіреді. Сол сияқты, ой мен бүгін итсілем қатты, аяғымнан аяқ қалмады, көзімнен көз қалмады деген кез келген айтып жатқан сөздеріміздің барлығының негізгі ұғымы шаршау. Демек, бұның барлығы бізде перифраз деп аталады. Немесе жүрегіме шоқ салды, жүрегіме от салды, жүрегім алаулады, жүрегім лаулады, денем дір етті деген барлық сөздеріміздің біз күнделікті қолданатын, ол біздің сүйем, күйем деген мағынаны білдіреді. Немесе қараңғылықтың пердесі деген, қараңғылықтың пердесі, немесе өмір көрмеген, ешқайда шықпаған деген мағыналардың барлығы надан екендігін білдіреді. Адамның, яғни адамға тән қасиеттердің барлығын осындай сөздермен айшықтап сипаттауы, реңк қосуы, эстетикалық, этикалық тұрғыдан оның барлығы бізде перифраз деп аталады. Мен сіздерге ережені бір сарынды оқымай, түсінікті болу мақсатында осылай айтып жатырмын. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Мәселен, өздеріңіз жалғастырып көріңіздерші, рухты, намысшыл дегенді басқаша қалай айтуға болады перифраз жасап. Мәселен, рухты дегенді жүрегінің оты бар, тепсе темір үзетін дегенді мысалы батырларға айтып жатады, немесе жауға қасқая қарсы тік тұратын деген намысшыл деген мағынаны осылай келтіруге болады. Осылай тілдік өзгерістерді жасай отырып белгілі бір ойды басқа сөзбен жеткізетін болсақ, бұл бізде перифраз деп аталады. Назарларыңызға рахмет.